Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары, қазір бізде қазақ әдебиеті сабағы. Мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бойынша бүгін бізде 3-ші сабақ өтеді. Сабақтың тақырыбы қандай болады? Дұрыс айтасыздар. Несіпбек Айтұлы Бәйтерек поэмасы. Сіздердің білетіндеріңіз Бәйтерек поэмасының мазмұны, меңгеретіндеріңіз әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Сабақтың мақсатына қол жеткізу үшін бағалау критерийлеріне сүйенеміз. Поэма үзіндісін сатылай кешенді талдайды, Бәйтерек поэмасына сюжеттік талдау жасайды, уақыт пен кеңістік мекен-шақ композициясын көрсетеді. Яғни, бүгін біз сабақ барысында немен айналысамыз? Дұрыс айтасыздар, талдаулармен. Яғни, біздің сабақтың мақсатына қарай. Өте жақсы. Балалар, өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақтарда біз нені қарастырдық? Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығымен таныстық. Бәйтерек поэмасының мазмұнын хрестоматия бойынша сіздер толық оқып шықтыңыздар. Алған тапсырмаларыңыз өткен сабақта қандай болды? Поэма неше бөліктен тұрады, әр бөлікке қандай тақырып қояр едіңіз, және неге дегенге тапсырма алған боласыздар. Енді осы тапсырманы барлықтарыңыз орындап шықты деген ойдамын. Қазір поэма мазмұнын еске түсіру үшін біз шолу жасап кетейік. Поэма бізде 10 бөлімнен тұрады екен. Әр бөлімге енді мен сіздерге үлгі ретінде ықтимал жауаптар берем, сіздер өздеріңіздің қойған тақырыптарыңызбен сәйкестендіріп шығыңыздар. Енді міндетті түрде жәнегі тақырып бірдей болу мүмкін емес қой, бірақ енді жәнегі мазмұнына сай келсе болды. Енді бірінші бөлім поэманың жазылуына түрткі болған оқиға, екінші бөлім бабалар арманының орындалуы, үшінші бөлім тәуелсіздік тұғыры, төртінші бөлім әлем таныған Қазақстан, бесінші бөлім өткеніңді ұмытпа, алтыншы бөлім тарих беті тандақ-тандақ, жетінші бөлім Алатаудың мұзбалағы, сегізінші бөлім арқаны бетке алған көш, тоғызыншы бөлім Ақмоланың Астанаға айналуы, оныншы бөлім мойындау. Тәуелсіздік алған елді әлем мойындағанын, енді біз әрі қарай тәуелсіздігімізді не істейміз? Артып, мәңгілік елге айналу деген мақсат қойылғаны. Тамаша, енді Бәйтерек поэмасының мазмұнын еске түсірдік деп ойлаймын. Олай болса, ой толғау. Ақынның болып жатқан оқиғаға қатысы бар ма? Поэма нешінші жақтан баяндалып тұр? Қалай ойлайсыздар? Өте жақсы. Ақынның оқиғаға тікелей қатысы бар. Тәуелсіздік алғаннан кейін болып жатқан өзгерістерге, әртүрлі құбылыс жағдайларға көзқарасын, ішкі сезімін, толғанысын білдіреді. Поэмадағы оқиғалар ақынның атынан бірінші жақтан баяндалып тұр. Өте жақсы. Сіздердің де жауаптарыңыз сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді балалар, сабақтың мақсатына жету үшін біз біріншіден не істейміз? Сатылай кешенді талдау жасаймыз. Ал енді сатылай кешенді талдау жасау ретін еске түсірейік. Біріншіден авторы, тақырыбы, жанр түрін анықтайсыздар, идеясын көрсетесіздер, яғни ақынның айтар ойы мен мақсаты қандай. Шумақ, тармақ, бұнақ, буын санын көрсетесіздер. Ал енді осы шумақ, тармақ, бұнақ, буын санын көрсету үшін енді сіздер 10-шы бөлім бойынша жұмыс жасайсыздар. Осы 10-шы бөлім бойынша санап шығасыздар шумақ, тармақ санын. Және көркемдегіш құралдарын. Автор қандай көркемдегіш құралдарды көбірек қолданады екен? Ал енді балалар, өз беттерінше сатылай кешенді талдау жасап көріңіздер. Өте жақсы. Тамаша. Енді балалар,
сіздерге үлгіні ұсынамын. Сол үлгі бойынша сіздер өз орындағандарыңызды сәйкестендіріп көресіздер. Қай сәтте қиналғандарыңыз болса, сол үлгіге сүйенесіздер, өз орындағандарыңызды толықтырасыздар. Келістік па? Өте жақсы. Олай болса, үлгіге назар аударыңыздар. Авторы ақын Несіпбек Айтұлы, тақырыбы Бәйтерек. Бәйтерек тәуелсіздіктің символы, елбасының өр тұлғасы. Яғни осы Бәйтерек монументін орнатуға ұсыныс білдірген кім? Дұрыс айтасыздар. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жанр түрі поэма. Поэманың идеясы қандай? Нұр-Сұлтан қаласы егеменді елдің жаңа қаласы. Ал Бәйтерек монументі сол тәуелсіз еліміздің шынайы азаттық символы. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келмегені, елбасының арқасында жаңа қаланың негізі қаланып, әлем елі мойындайтын үлкен қалаға айналғанын мақтанышпен жырлау. Поэмадағы негізгі ой оқырмандарды елдігіміздің қадірін білуге, болашақты берекелі қарсы алуға шақыру. Яғни балалар, поэманың негізгі идеясы, мақсаты түсінікті ма? Өте жақсы, тамаша. Енді 10-шы бөлімнің шумақ саны 36. Ал енді тармақ санын анықтау үшін, сіздер 36-ны неге көбейтіңіздер? 4-ке, өйткені сіздер білесіздер, әр шумақта 4 тармақ. Сондықтан тармақ саны қанша болып шықты? 144. 3 бұнақты, 11 буынды, қара өлең ұйқаспен жазылған екен. Көркемдегіш құралдардың ішінде көп кездесетін риторикалық сұрақ, эпитет, теңеу. Енді көркемдегіш құралдар бойынша сіздер енді дәлелдеп көрсете аласыздар деген ойдамын. Мысалы, риторикалық сұраққа не пайда дүниенің кендігінен, болмаса бостандығы бір басының. Теңеуге қатысты тату жұрт бірі шекер, бірі балдай, жарылып жауласатын түрі бардай, қызуы оңтүстіктің өрге шауып, солтүстік сіреседі сүрі қардай. Теңеуді сіздер білесіздер, дайдей жұрнақ арқылы жасалатынын. Эпитет. Қызыл тіл қара тасты балқытады, келгенде қыл қобыздай зар күйіне. Сіздер де белгілеп, астын сызып, дәптерлеріңізге көрсетіп қойдыңыздар деген ойдамын. Өте жақсы. Енді сатылай кешенді талдау бойынша қиындық болған жағдайда, сабақтан тыс уақытта қайтадан осы талдауға оралып, үлгі бойынша көресіздер. Енді бізде бағалау критерий бойынша мақсатқа жету үшін келесі негізгі сабақтың мақсатына байланысты композициялық сюжеттік талдау. Енді сюжеттік талдаудың өзі реті бар, соны еске түсіріңіздер. Бірінші оқиғаның басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шешімі және қорытындысы. Бұл талдауды да сіздер сабақ барысында жасап жүрсіздер, сондықтан ешбір қиындық болмайды деп ойлаймын. Сондықтан қазір сіздер жеке өз беттеріңізше орындап көріңіздер, содан кейін үлгі бойынша сәйкестендіріп көреміз. Ал іске сәт. Жақсы. Оқиғаның басталуы, поэма қалай басталады? Байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шешімі және қорытынды. Қандай? Өте жақсы. Әр қайсына сіздерде ойларыңыз бар деп ойлаймын, жауаптарыңыз. Сондықтан үлгіге назар аударыңыздар. Оқиғаның басталуы, түске енген тәуелсіздік патшасы. Сіздер білесіздер, поэма неден басталады? Автордың түс көруінен.
Оқиғаның байланысуы, президент сайлануы, Қазақстанның тәуелсіздік алуы. Оқиғаның дамуы, қазақ халқының қалыптасуына үлес қосқан адамдар. Оқиғаның шиеленісуі, елдің астанасы Ақмолаға ауысуы. Оқиғаның шешімі, автордың елбасыға алғыс арнауы. Қорытынды, іргелі, тату мемлекеттің құрылуы. Тамаша. Балалар, енді сіздер де осылай орындадыңыздар деген ойдамын. Енді бізде келесі тапсырма. Уақыт пен кеңістік, мекен шақ композициясын көрсету. Ақмола, Астана, Нұр-Сұлтан қаласын сипаттайтын поэма жолдары берілген. Осы жолдарды сіздер дейін, қазір, кейін кестесіне сәйкестендіру керексіздер. Яғни әр поэма жолы жәнегі уақыт пен мекен шаққа қатысты. Қайсына сәйкес келеді? Дейін, қазір, немесе кейін. Бұл тапсырма қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Мұқият болсаңыздар болды. Енді бұл жерде ауызша орындауға болады, сәйкестендіріп, қай өлең жол, поэма жолына қай келеді. Өте жақсы. Орындап болсаңыздар, бірге тексеріп көрейік. Дейін. Арда едің, асау едің, арқан еткен, төсінде не бір бағлан дарқан еткен, Ақмола осы еді ғой Кенесары, бөрінің бекінісін талқан еткен. Бұда енді қиындық туғызған жоқ шығар, дейінге жатқызамыз. Қазір. Жаһанның жанарында жаңа қала, жұлдыздай туа қалған өл арада, 5 жылда бой көтерген ғимараттар жайнап тұр шомылғандай самалаға. Тамаша. Кейін. Көңілге сәуле құяр сарай нұры, Астана ел тірегі, ел айбыны, кемері шалқып жатқан Қазақстан мұхиттың ала сұрған көк айдыны. Біздің Астанамыздың болашағы зор деп ойлаймыз. Яғни біздің Астанамыз ары қарай өркендеп, жәнегі бүкіл әлемге танымал болатынына нық сенімдіміз. Тамаша. Ал балалар, сабақтың мақсатына оралайық. Бүгін біз сабақ барысында әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау керекпіз. Мақсатқа. Ал енді осы мақсатқа қаншалықты қол жеткіздік, сіздер өздеріңізге мына бағалау критерийлер бойынша баға беріңіздер. Қай сәтте, қай тапсырмада сіздерде қиындық туды? Сол қиындықтарды жою үшін сіздер не істейсіздер? Сол талдау үлгілеріне назар аударасыздар. Өз талдауларыңызды толықтырасыздар. Яғни қиындық болған жоқ деген ойдамын. Жалпы сіздер талдауларды өте жақсы жасайсыздар. Балалар, ал енді жеке тапсырма сіздерге Бәйтерек поэмасының 1-ші бөліміне сатылай кешенді талдау жасау. Яғни сіздер сабақ барысында 10-ші бөліміне талдадыңыздар ғой. Енді сол 1-ші бөліміндегі көркемдегіш құралдарды анықтайсыздар. Қандай көркемдегіш құралдар және шумақ, тармақ, сіздерге қиындық туғызбайды. Өздеріңізді бекіту үшін сатылай кешенді талдау ретін есте сақтау үшін талдап шығасыздар. Ал енді бүгін сабақта өте көп жұмыс істедіңіздер, белсенділік таныттыңыздар, талдаулардың барлығын толық орындай алдыңыздар деген ойдамын. Сіздерге үлкен рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.